Фильм 3 ақпанда басталады. Біз басты кейіпкер Уолтер Спэрроумен танысамыз, ол жануарларды бақылау қызметкері. Бұл күні оның туған күні, ауысымының аяқталуын асыға күтіп жүр. Алайда ауысым аяқталуға 1 минут қалғанда бастығы қоңырау шалып, шұғыл шақыртуға баруды бұйырады. Бұл Уолтерді қатты ренжітеді, бірақ ол амалсыз келісіп мекен-жайға аттанады. Көп ұзамай ол Қытай мейрамханасының жертөлесіне келіп, ашулы итті қолға үйретуі керек. Ол итті алдарқатып әңгіме айтып бастайды да, ақыры оны торға қамаудың амалын табады. Уолтер иттің мойын белгісін тексеріп, оның аты не екенін біледі, бұл оны қатты таңғалдырады. Дәл сол сәтте Нет оны тістеп алып, жертөледен қашып кетеді. Жарақат алған Уолтер де тыныштандырғыш дәрімен қуа жөнеледі. Көп ұзамай Нетті зиратқа дейін қуады, бірақ ит транквилизатордан бұрын ғайып болады. Уолтердің көзі Лора Толланс есімді әйелдің құлпытасына түседі. Басқа жерде Уолтердің әйелі Агата оны тортпен күтіп отыр, бірақ ол ұзақ уақыт келмейді. Сондықтан ол кітап дүкеніне кіреді де, көзіне The Number 23 атты кітап түседі. Көп ұзамай Уолтер келіп, әйелін кітап оқып отырған жерінен табады. Нет сыртта үнсіз қарап тұрады. Уолтер Агатаға болған жайтты айтып береді. Агата сол кітапты туған күн сыйлығы ретінде береді. Уолтер кітаптың авторы жұмбақ топ Secrets деген атпен жазғанын біледі. Содан кейін ерлі зайыптылар достарымен кешке барады, бірақ қызыққан Уолтер кітапты оқи бастайды. Кітаптың кіріспесінде кейіпкерлер ойдан шығарылған делінген, бірақ егер оқырман өз өміріне ұқсастық байқаса, дереу тоқтау керектігі ескертіледі. Үйге келген соң Уолтердің жас өспірім ұлы Робин оған туған күн құтты болсын айтып, сыйлық береді. Уолтер бірінші тарауда ашып, басты кейіпкердің аты Фингерлинг екенін біледі. Келесі күні 4 ақпанда Уолтерге Неттің тістеуінен бір күн демалыс беріледі. Ол үйде отырып, екінші тараудан бастап кітапты оқи бастайды. Кітап оқырманды өзін баланың орнына қойып оқуға шақырады. Әңгіме шалғай қалада тұратын, тек білім арқылы ғана бұл жерден құтыламын деп үздіксіз оқитын бала туралы. Фингерлинг көрші жесір Доукинстің итімен өте жақсы, ит әрқашан олардың үйіне қарай жүгіреді. Бала итті әрқашан қожайынына қайтарады, бірақ әкесінің көршінің ауласына аяқ баспа деген қатаң ережесі бар. Дегенмен 8 жасқа толған туған күнде Фингерлинг ережені бұзып, иттің соңынан көршінің үйіне кіреді де, жатын бөлмеде жесір Доукинстің қан-қан болып өлі жатқанын көреді. Билік өз-өзіне қол жұмсаған деп шешсе де, Фингерлинг бұл ақыл есі дұрыс емес адамның ісі екенін түсінеді. Кейін бұл оны детектив болуға шабыттандырады. Екінші тарауды бітірген соң Уолтер Агатаға Фингерлингпен ортақ көп нәрсе бар екенін, кітап өз естеліктеріне негізделген сияқты екенін айтады. Ол фотоальбомын ашып, көршісінің қашып жүретін итінің суретін көрсетеді. Сол ит оны жануарлар бақылауына жұмысқа кіруге итермелеген. Сонымен қатар жесір Доукинс оған 8 жасында қайтыс болған анасын еске түсіреді. Бірақ Агата Фингерлингтің Уолтерге ұқсайтынына сенбейді, жай ғана оқи бер деді. Уолтер оқуды жалғастырып, Фингерлингтің детектив болғанын, Фабриция есімді әйелмен танысқанын біледі. Келесі күні 5 ақпанда Уолтер жұмыста, бірақ уақытының бәрін кітап оқуға жұмсайды, 5-ші тарауға жетеді. Бұл бөлімде детектив Фингерлинг асылып өлмек болған сары шашты қызды кездестіреді. Ол қандайда бір жолмен қызды, әзіл қалжыңмен тоқтатып, ақыры ол өлмейтін болады. Қыз бәріне 23 саны кінәлі екенін айтады, қабырғадағы плакаттарды жұлып тастайды. Әкесі әйелі қайтыс болған соң өз-өзіне қол жұмсаған, сол қарғысты қызына қалдырған. 23 саны оны әр жерде қудалайды. Күндерде, уақытта, кітап беттерінде, аты жөнде, нөмірлерде, түстерде. Мұны естіген Фингерлинг түсінбейді, сондықтан қызды алдарқату үшін әңгіме айта бастайды. Қыз күледі, ол кетіп бара жатқанда қыз құлап қайтыс болады. Мұны оқыған Уолтер таңғалып, өзінің бастапқы әрпі алфавитте 23-ші әріп екенін байқайды. Уолтер дүкенге барып, автор туралы білуге тырысады, бірақ кітап өз бетінше басылған, автордың басқа еңбегі жоқ екен. Үйге келген соң отбасына аты жөндегі әріптерді қосқанда, 23 шығатынын, туған күні 3 ақпан, 2-23, туған жылы 11-12-23, тіпті әлеуметтік сақтандыру нөмірімен жүргізуші куәлігінде де 23 бар екенін айтады. Ол автор кітапты өзі туралы жазған деп сенеді, бірақ Агата күмәнданады. Фингерлингтің кейін кісі өлтіруші болатынын айтып, сен кісі өлтіруші ме едің?
деп сұрайды. Келесі Уолтер 7-ші тарауды оқиды. Онда Фингерлингте 23 санын әр жерден көре бастайды. Ол Фабрициямен қонақ үйге барады. Сағат 9:14-ті көрсетеді. Қосқанда 23 шығады. Нөмірі 23 бөлмеге кіреді. Фабриция рөлдік ойын ретінде оны өлтіремін деп қорқытуды сұрайды. Ол ойнайды, бірақ шынайы өмірде оны ешқашан ренжітпейтінін, қатты жақсы көретінін айтады. Содан бері Фингерлинг Фабрицияны өлтіремін деген қорқынышты түс көре бастайды. Нақты өмірде де Уолтердің біреуді пышақтап жатқаны туралы галлюцинациялары пайда болады. Кітапты қоярда әйелінің аяқ киімдерін санап 23 жұп екенін байқайды. Келесі күні 6 ақпанда Агата оянса, Уолтер диванда ұйықтап жатыр. Оның қолында 23-ке қатысты есептеулер мен өлтір оны деген жазу бар. Алаңдаған Агата досы, доктор Исаакқа қоңырау шалады. Келесі көріністе Уолтер университетке доктор Исаакқа келеді. Исаак бұл конспирологиялық теориялардың әсерінен болуы мүмкін дейді. Жер осы 23,5 градус, 23-ке дейін дөңгелектенеді, 5 деген 2-3. Геометрияда 23 аксиома бар, адамда 23 жұп хромосома бар, қан ағзада 23 секундта толық айналып шығады. Інжілде ақыр заман 22 тарау, өйткені 23 қарғыс саны саналады. Әңгіме кезінде Уолтер 23-ті әр жерден көріп, Агата оны есуас деп ойлайтынын айтады. Исаак алдымен кітапты соңына дейін оқ деп кеңес береді. Содан кейін де солай ойласа, жауабын тек автор ғана бере алады дейді. Уолтер оқуды жалғастырып, Фингерлингтің түстері себепті психиатр доктор Феникске барғанын біледі. Дәрігер уақыт бәрін реттейді, жұмыстан демалыс ал деді. Фабриция мұны ұнатпай кетіп қалады. Фингерлинг Фабрицияның да 23 жұп аяқ киімі бар екенін байқап, ашумен бір жұбын лақтырып тастайды. Фабриция мұны білгенде, оны жынды деп айтады. Фингерлинг тарихтағы маңызды оқиғаларды, мысалы, Тед Банди 23 қаңтарда өлтірілген, 23-пен байланыстырады. Кейін Фингерлинг бәрін доктор Феникске айтады. Дәрігер Фабрицияның суретін көріп, онымен сөйлесемін деп ұсынады. Фингерлинг келіседі, бірақ бұл қателік болып шығады, өйткені дәрігер мен Фабриция тез арада қарым-қатынас бастап кетеді. Мұны оқыған Уолтер доктор Исаакты есіне алып, ол да елімен опасыздық жасайма деп қорқады. Ол Агатаны іздеп шығады. Жол бойы 23-ті әр жерден көреді. Әйелінің дүкені жабық, бірақ ішінде Исаакпен сөйлесіп тұрғанын көреді. Сол түні Уолтер 23:12-де түс көріп оянып, үйден шығып кетеді. Неден себепті Кен Эдвард қонақ үйіне барғанын, 23 нөмірлі бөлмені сұрағанын білмейді. Ол оқуды жалғастырып, 22 тарауға жетеді. Доктор Феникс Фабрицияны қан-қан күйінде табады. Фингерлинг жасырынып тұрады, өйткені қызды ол өлтірген. Бірақ полиция қанға малынған пышақты ұстаған доктор Фениксті ұстайды. Фингерлинг терезеден секірмек болады, бірақ кітап 22 тараудан кейін бітеді. Дәл сол кезде сырттан ит үреді. Бұл не екен? Уолтер оны қуа бастайды. Ит тағы зиратқа келеді. Уолтер оны тыныштандырады да, не деп жазылған әріптерді қосқанда да 23 шығатынын байқайды. Сол кезде священник бақсысымен келеді. Бақсы Неттің иесі болып шығады. Уолтер итті ұйықтатқанын айтқанда, священник Неттің әрқашан бір қабірді қарайтынын айтады. Қабір Лора Толлансқа тиесілі, ол 23 жасында қайтыс болған, бірақ мәйіті ешқашан табылмаған. Үйге келсе, тағы доктор Исаак бар. Уолтер бұл кітап қана емес, кісі өлтірудің мойындауы деп айтады. Ол 15 жыл бұрынғы Лора Толланстың өлімі туралы газет қиындыларын көрсетеді. Лораның сүйіктісі, профессор Кайл Флинч өлтірген үшін түрмеге жабылған. Фабрицияның өлімі мен Лораның өлімі ұқсас, сондықтан Уолтер кітапты Кайл жазған деп ойлайды. Келесі күні, 8 ақпанда Уолтер түрмеге Кайлға барады. 23 саны туралы және кітаптың авторы ол ма деп сұрайды. Кайл Лораны өлтірмегенін, кітап жазса Топ Секретс деген күлкілі лақап ат қоймас едім дейді. Түрмеден шыққан соң Уолтер отбасына Кайл кінәлі емес сияқты екенін айтады. Робин кітапта жасырылған парақтан автордың пошта жәшігінің мекен-жайын тапқанын айтады. Олар 23 пакет телефон салып, сол мекен-жайға жібереді. Келесі күні 9 ақпанда отбасы пошта бөлімшесінде күтеді. Көп ұзамай шляпа киген қарт кісі келіп пакеттерді алады.
Қарт адам пакетті ашып жатқанда Уолтер оған кітап туралы сұрақ қояды. Қарт адам оны көріп сен өлуің керек еді деп таңғалып, мойнына пышақ салады да қашады. Уолтер қуып жетіп, 23 саны нені білдіреді деп сұрағанда, қарт сен өзің білуің керек деп мойнын тіліп өледі. Агата көмек берейін деп жүгіреді. Уолтерді ұлымен кет деп айтады. Өлер алдында қарт Агатаға мекен-жай береді. Қалтасынан доктор Ларри деген визитка шығады. Кешке Агата Уолтерге қарттың өлгенін, ешқандай мәлімет таппайтынын айтады. Ол қарт берген мекен-жайға барады. Бұл тасталған психиатриялық емхана екен. Доктор Ларридің кабинетіне кіреді. Осы уақытта үйде Уолтер кітаптың әр 23 бетіндегі әр 23 сөзді қосқанда казино паркке бар, құдірет баспалдақтарының астына қаз деген хабарлама шығатынын анықтайды. Ол ұлымен бірге паркке барады. Сол уақытта Агата қызыл бөлмеге кіреді. Қабырғасы 23 санмен толтырылған, еденде Уолтер Спэрроу деген жазу бар қорап тұр. Кенет біреу оны қорқытады. Әкемен бала паркте 23 қадам жасап, құдірет баспалдақтарының астын қаза бастайды да, бас сүйегін табады. Дереу полиция шақырады, бірақ полиция келгенде сүйек жоқ болып шығады. Оларды ақымақ қалжың үшін сөгіп кетеді. Полиция кеткенде Агата мен доктор Исаак келеді. Үйге қайтып келе жатқанда жол ортасында Нед отырады. Уолтер бәрін осы ит істеді деп көлікпен басып кетпек болады, бірақ жүрегі дауаламайды. Агатаның қолында балшық бар екенін байқап, сүйекті ұрлаған ол екенін түсінеді. Уолтер әйелін кісі өлтіруші деп айыптайды, сөмкесінен пышақ табады. Робин не болып жатқанын сұрағанда Уолтер анаң кісі өлтіруші дейді. Агата Исаак екеуміз сүйекті ұрладық, бірақ отбасыңды қорғау үшін ғана деді. Содан кейін таңғаларлық бұрылыс. Кітапты Уолтердің өзі жазғанын айтады. Ол психиатриялық емханадан тапқан түпнұсқа қолжазбаны көрсетеді. Онда Уолтердің аты жазулы. Уолтер сенбейді. Исаак та келеді, Уолтер екеуін айыптайды. Бірақ Агата кітапта фингерлинг ойнайтын саксофонды көрсеткенде, Уолтердің есіне бірдеңе түсе бастайды. Ол ескі заттар қорабын ақтарып, біртіндеп естеліктері қайтып келеді. Бәріне шыдамай үйден қашып шығады. Көп ұзамай Уолтер тағы King Edward қонақ үйінің 23 бөлмесіне келеді. Ол өткенін есіне түсіріп, қабырға тұсқағаздарын жұла бастайды да, астынан 23 тарауды табады. 23 тарауда Фингерлинг өзінің нағыз аты Уолтер екенін айтады. Ол әңгімесін былай жалғастырады. Анасы қайтыс болған соң әкесі шыдай алмай, өз-өзіне қол жұмсаған, ешқандай хат қалдырмаған, тек 23 санын қалдырған. Бұл сан Уолтерді өмір бойы қудалаған. Колледжде Лора Толланспен танысқанда да. Олар тез арада ғашық болады, бірақ Уолтер оны қатты қызғанады. Бір күні Лораның профессор Кайлмен опасыздық жасағанын біледі. Лораның үйіне барса, заттары сыртта, қоштасу хаты қоса қойылған. Есі ауған Уолтер хаттың әр 23 сөзін қосып, өлтір оны деген жасырын хабарламаны табады. Ол Лораны ескертуге барады. 23 саны оның соңында деп бірге қашайық дейді. Бірақ Лора сенбей, оны мазақ етіп, пышақ алып тұрады. Сені ешқашан сүймеппін, әкең сияқты әлсіз, жексүр едің дейді. Бұл Уолтерді ашуға булықтырады. Ол Лораны бірнеше рет пышақтап өлтіреді. Содан соң мәйітті паркке көміп тастайды. Мұны Нед көреді. Кейін Кай Лораны іздеп келеді. Төсек қан. Пышақ қолында қалып, саусақ ізі қалады да, ол кісі өлтіруші ретінде сотталады. Уолтер King Edward қонақ үйінің 23 бөлмесіне барып, мойындау кітабын жаза бастайды. Содан кейін өзіне қол жұмсауды жоспарлайды. Ол 23 тарауды қабырғаға, еденге, барлық жерге жазады. Сосын балконнан секіреді, бірақ өлмей, ауыр жарақатпен аман қалады, есінен айырылады. Оны психиатриялық емханаға жатқызады. Барлық жазбалары фантазия деп есептеледі. Қолжазба доктор Ларридің қолына түседі. Уолтер емделіп, ешқашан Лораны есіне алмай жазылады. Емханадан шыққанда Агатамен танысып, ғашық болады. Ал доктор Ларри қолжазбаны оқып, кітап етіп шығарады. Бірақ өзі де 23 санына есіріп, ақылынан адасады. Қазіргі уақытта Уолтер сол қонақ үй бөлмесінде өткенін есіне түсіріп тұрғанда Агата келеді. Ол біреуді өлтіргеніне, кінәсіз адамды түрмеге жапқанына қатты өкінеді. Агата оның жақсы адам, керемет күйеу әрі әке екенін айтып жұбатады. Дегенмен Уолтер сыртқа шығып, Недті көреді. Өзін өзі өлтірмек болады, бірақ ұлы Робинді көргенде тоқтайды.
Әкесі өлгенде өзінің қандай ауырлық көргенін ұлына кешірмейді. Отбасы бір-бірін құшақтап, жылап тұрады. Уолтер ақыры 23-тің жай ғана сан екенін түсінеді. Біраз уақыттан кейін Лора Толанстың сүйектерін жерлеу рәсімі өтеді. Босап шыққан Кайл мен Нед те сонда. Уолтер өзін-өзі әшкерелеп, түрмеге отырғызылған, бірақ паролға үміттенеді. Оған жеңіл жаза берілуі мүмкін, бірақ ең бастысы, ол дұрыс істедім дейді. Фильм Агата мен Робиннің түрмеге Уолтерге келуімен аяқталады. Уолтер сағатқа қараса, ол тағы 23-ті көрсетіп тұр.